Қазақта қамшы қасиетті бұйым саналған. Ол ер азаматтың айбыны, серігінің серігі, салт дәстүрдің белгісі. Қамшы өру арқылы балаға төзімділік, ұқыптылық, еңбексүйгіштік қасиеттер дариды. Үлкеннің еңбегін бағалауға үйретеді. Ұлттық құндылықты құрметтеуге баулиды. Сабыр мен шеберлікке тәрбиелейді. Әке мен бала арасындағы байланысты нығайтады. Осындай тәрбие арқылы ұрпақ өз тамырын ұмытпай, ұлттық рухпен өседі. Балам, қазақта әке көрген оқ жанар, шеше көрген томпіше деген жақсы сөз бар. Кезінде атаман қамшы өруді үйреткен. Енді бүгін міне мен саған үйретейін. Қамшы өрудің бірнеше түрі бар. Мысалға айта кететін болсақ, 4 өрімі мал бағуға арналған, ал 8 өрімі бәйге қамшысы болған. Ал мынау негізі қамшы 3 бөліктен тұрады. Ұстайтын жері сосын сабы ағаштан, өрім қайыстан өріледі. Ал екеуміз қазір бәйге қамшысын дайындайық. Міне қара балам, ұста. Мынаны үстіңгі жіпті оң жағымен алып келеміз да, астан шығарамыз. Және сол жағындағы жіпті үстімен алып келеміз, қара. Оң жақ бетіне қарай өткіземіз. Сонда біздің 8 өріміміз айланып шығады да. Және бұны қысқышпенен қысып, қамшымызды аяқтаймыз. Сосын қамшымыз дайын болды. Мынау енді сенің бала қамшың. Енді өскенде ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрді үйрететін боласың. Жарайды ма балам? Әке мен бала ұрпақ сабақтастығының алтын көпірі. Әке баланың тірегі, бағыт берер темір қазығы. Бала әкенің ісіне қарап өседі, сөзінен ғибрат алады.